I've been losing sleep, thinking about the times I've let you down. Миология – адам мен жануар бұлшықтері жүйесі туралы ілім. Бұлшық жүйесі адамда, барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Бұлшықеттердің қызметі жиырылғыштығы болып табылады. Бір бұлшықеттің өзі антагонист, бірде синергист ретінде болады. Бұлшықеттері қызметі жағынан бүкіштер флексорис, жазғыштар экстенсорис, әкелушілер аддукторис, әкетушілер абдукторис, айналдырушы ротаторис, ішке пронаторис болып бөлінеді. Бұлшықеттердің жіктелуі. Сансыз көп бұлшықеттердің, нақтырақ айтқанда 400-ге жуық, пішіні, құрылысы, қызметі және даму жағынан әртүрлі болады. Пішіні жағынан бұлшықеттер ұзын, қысқа, жалпақ болып бөлінеді. Ұзын бұлшықеттер қозғалыс рычагтарына сәйкес келеді, сондықтан көбіне қол-аяқтарда кездеседі. Олар ұршық пішінді, сонымен бірге олардың ортаңғы бөлігі қарыншалы болып келеді. Бұлшықеттердің басы капот, ал екінші шеті құйрығы кауда деп аталады. Ұзын бұлшықеттердің сіңірі тендо, жіңішке таспа тәрізді болып келеді. Бұлшықеттердің басты бөліктері оның денесі мен сіңірінен басқа, оның жұмысын жеңілдететін қосалқы бөліктерден тұрады. Бұлшықеттердің тобы талшықты дәнек ерітіндіден түзілетін шандырлармен қоршалады. Бұлшықеттердің бөліну заңдылықтары. Дененің екі жақты симметриялы принципі бойынша құрылысына сәйкес бұлшықтер жып болады немесе екі симметриялы жартыдан тұрады. Орналасуына қарай бұлшықтер арқа, іш бұлшығы, кеуде, жамбас, қол бұлшықтері болып бөлінеді. Қаңқа бұлшықтері көлденең жолақты және бірыңғай салалы болып екі салаға бөлінеді. Көлденең жолақты бұлшықеттерде қозу жедел өтсе, бірыңғай салалы бұлшықеттерде қозу өте баяу жүреді. Бұлшықеттер тұлға, кеуде, іш, бас, мойын, жамбас бұлшықеттері болып бөлінеді. Қолдың өз бұлшықеттері. Қардың екі және үш басты бұлшықеттері. Тоқпан желіктің бұлшықеті, құз-тұмсық тоқпан желікті бұлшықет, шынтақ бұлшықеттері болып бөлінеді. Келесі, иық белдеуінің бұлшықеттері. Кіші бұлшықет, үлкен жұмыр бұлшықет, жауырын үсті бұлшықеті. Дельта тәрізді бұлшықет, жауырынның көлденең өсіндісі, үстіңгі және астыңғысы болып бөлінеді. Кеуде бұлшықеті, кеуде тұғырының бетінен басталып, одан иық белдеуі мен қолдың еркін бөлігіне баратын бұлшықеттерді байланыстырады. Кеуденің үлкен және кіші, бұғана асты бұлшықеті болып тармақталады. Арқа бұлшықеттері, беткей бұлшықеттер және терең бұлшықеттер болып бөлінеді. Көкет, диафрагма, көкірек және құрсақ қуыстарын бір-бірінен бөліп тұрған кіші, күмбез тәрізді жалпақ, жұқа бұлшықет. Көкет бекитін бөлімдеріне қарай қабырға, бел, төс бөлімдеріне бөлінеді. Келесі таныс болатынымыз іштің бұлшықеттері. Іштің бұлшықеттері ішкі сыртқы қиғаш бұлшықеттер. Іштің көлденең бұлшықеттері, іштің тік бұлшықеті және іштің шандырлары болып бөлінеді. Достар, келесі видео анатомияның қай тақырыбында болатын төменге комментке қалдырып, лайк басып, репост жасауларыңызға болады.